Ертеде, ешкі жүні бөртеде. Бір түлкі өмір сүріпті. Түлкі ән салып, серуендеп келе жатса, ұйықтап жатқан аюды көреді. Хау, Айеке, тапа-тал түсте ұйықтап сізге не болды? Бірақ терең ұйқыға кеткен аю оянбайды. Айеке, неге ұйықтап жатырсыз? Өрт болып жатыр ғой. Деп қорқытып көреді. Бірақ аю оянар емес. Бұл аю оянатын түрі жоқ. Мен мұны пайдаланып, оны айызымды қандырып, қытықтап алайын. Солай деп, түлкі аюды қытықтай жөнеледі. Ей! Кімей бұл мені ұйқымнан оятқан? Деп аю ұйқысынан оянып кетеді. Аюдың ашуын көрген түлкі қаша жөнеледі. Қашып келе жатса, аяғы тышқанның ініне түсіп кетеді. Ой, аяғым, қап! Түлкі аяғын шығарайын десе, аяғы шығар емес. Олай тартады, бұлай тартады. Бірақ аяғы шықпайды. Іннің ішінде жатқан тышқан Мына түлкі оңайшылықпен інімнен кетпейтін секілді. Деп, тышқан түлкінің табанынан қытықтай жөнеледі. Қой, тышқан! Қой, тышқан! Өтінем! Ой! Түлкінің күлген дауысы бүкіл орманға естіледі. Күлген дауысты естіген қасқыр бұл кім болды екен деп қараса, өзінің досы түлкі екен. Ей, бұл түлкі неге сонша күліп жатыр, а? Дереу барып сұрайын. Түлкі-ау, неге сонша орманды басыңа көтеріп, күліп жатырсың? Ой, сұрама, қасқыр. Айтшы, білгім келіп тұр. Бұл рахатты сезіну үшін аяғыңды мына тесікке тығуың керек. Айт
әйтпесе сезінбейсің. Түлкінің өтірігіне сеніп қалған ақымақ қасқыр: «Кәне, былай тұр, көптен күлмеген едім», деп түлкінің аяғын жұлып алып, өзінің дәу аяғын тығып алады. Ал іннің ішінде жатқан тышқан: «Мыналар мені әбден басындау. Жақсылықпен кетпедіңдер, енді міне сендерге». Түлкінің өтірігіне сеніп қалған ақымақ қасқыр: «Ой, құтқарыңдар», деп ауырғаннан жаны шыққан қасқыр қараса, түлкі кетіп қалыпты. Алданған қасқыр аяғын іннен әлі күнге шығара алмай тұр екен.